Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қазір таңда хит болып жатқан Рафаэлло пирогының рецептісін ұсынамын. Жасалу жолы өте оңай, қарапайым құраммен жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге қажетті жұмыртқа, үстінен қант салып, жақсылап араластырамыз, қанты ерігенге дейін. Үстінен ертілген сармайды саламыз. Тағы да кішкене араластырып, ұн және разрыхителді салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды илеп болғаннан кейін 10-15 минутқа холодильникке салып қойсаңыздар болады. Мен бірден жасадым. Егер асығыс болсаңыздар, бірден жасасаңыздар да болады. Өте жақсы шығады. Міне қамырды илеп, бірден үйіңізде қандай форма бар, сол формаға салып жасай берсеңіздер болады. Мен формаға салып дайындап қойдым. Менде 24 диаметрлік форма. Құрметті көрермен, менің каналымда осыған ұқсас өте керемет рецепттер бар. Барлығы қарапайым, керемет рецепттер, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сметаник, пирогтар, ыстық тамақтар барлығын таба аласыздар. Енді біз салмасын жасайтын боламыз. Салмасына бізге қаймақ 20%, және де қоюлатылған сүт, яғни сгущенка керек болады. Осында қою түрін пайдалансаңыздар, пирогтарыңыз өте керемет болып шығады. Мен осы сгущенканы пайдаландым. Және де кокосовый стружка қосамыз. Кокосовый стружканы қосып, кішкене бөлігін алып қаламын бетіне сепкенге. Осы Рафаэлло пирогына ерекше дәм беретін дәл осы кокосовый стружка. Ең соңында 2 ас қасық жүгері крахмалын салып, жақсылап араластырамыз, бір келкі болғанша. Жақсылап араластырып болған соң формамыздың ішіне құйып, пешке жіберетін боламыз. Сіздер дәл осы сәтте пештеріңізді 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. 30-35 минут шамасында піседі. Енді әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан, сол себепті пирогқа қарап тұрыңыздар, әртүрлі уақытта пісуі мүмкін. Беті қызарып, осылай әдемі болып пісіп шығады. Духовкаға пісіп шыққаннан кейін ыстық күйінше дәл осы кокосовый стружканың бетіне сеуіп қоямын. Мен үнемі отбасыма жиі жасап беремін. Дәл осы пирогты жасалу жолы көріп тұрғандарыңыздай өте оңай, әрі өте дәмді. Әбден суығаннан кейін барып кесіп ұсына берсеңіздер болады. Өте ерекше, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп, видеоны лайк басып, төменге өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Кескен кезінде көрсеттім, сіздерге қараңыздар, қандай идеальный болып шығады. Әсіресе Рафаэлло жақсы көретін жандар өте қатты ұнайды деп ойлаймын. Ал баршаңызға ас болсын, сіздермен болған ләззат.